Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте керемет тақырыпта сіздерге түсіндіретін боламын. Яғни бүгін өтетін сабағымыз декомпозиция деп аталады. Яғни ол қалай? Декомпозиция дегеніміз өзіміздің нақты алдағы уақытта жоспарлайтын табысымыздың есептелетін бір жоспарлық көзі. Біз алдыңғы сабақта жалпы өзіміздің осы сабақ сату барысында қандай бір сабақ сатып алсақ та, болашақта қандай бір жұмыс жасасақ та, біз өзіміздің бағытымызды қалай дұрыс таңдау керектігіне айтып өткен болатынмын. Сіздерге өте пайдалы болды деген ойдамын. Енді біз бүгін сол мақсатымыз, сол жаңағы бағытымыз бойынша, яғни мақсатты анықтау мақсатында бүгінгі сабағымыз мақсатқа байланысты болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте қызықты, бұрын соңды жасамаған сіздерге керемет ақпарат айтатын боламын. Енді біз бірінші бағытымызды анықтап алдық. Енді сол бағытты біз ары қарай мақсатқа айналдыру керекпіз. Қалай оны мақсатқа айналдыра аламыз? Бірінші біздің жасайтын нәрсеміз ол біздегі 6 айға болмаса 1 жылға арналған мақсатты жоспарымызды құру керекпіз. Ол қалай жасалады? Біз сол 6 айда болмаса 1 жылда қандай нәрсе алу керекпіз? Өзімізге қатты мұқтаж керек болған нәрсені жазамыз. Жаңағыдай уақытыңызды шығындайтын, энергияңызды кетіретін, жаңағыдай үлкен зәулім, коттедж, болмаса бір үлкен бір қымбат 5 миллиондық, 10 миллиондық машина деген нәрсені жазбаймыз, өйткені оған жету, былай айтқанда, қазіргі таңда сіздің айлық табысыңызбен нереалды нәрсе. Сондықтан тек қана 6 айға болмаса 1 жылға мақсатты жоспарыңызды жазып, сол нәрсеге жету үшін қандай этаптардан өту керекпіз, қай этаптарды жасау керекпіз, соны айтатын боламын. Енді сіздер бірінші не нәрсе жасайсыздар? Бірінші қағазға аласыздар да, бірінші 6 айға арналған нақты мақсатты жоспарым, болмаса 1 жылға арналған нақты жоспарым. Яғни бәріміз де жоспарлаймыз, мынандай нәрсе алсам екен, мына нәрсе маған керек деген сияқты. Сол мақсаттарыңызды сіз ары қарай жаңағындай жоспарлау керексіз. Достар, енді мен сіздерге жалпылама түсіндіріп өттім. Енді осыны 6 айға арналған нақты мақсатты жоспарды қалай жасау керек, соны сіздерге практикалық жүзінде көрсететін боламын. Қағаз қаламдарыңызды алып, тақырып қоясыздар 6 айға арналған мақсатты жоспарды. Одан кейін біздің жасайтын бірінші нәрсеміз материалдық шығындарды жазуымыз керек. Біз 6 айдың ішінде не нәрсе алғымыз келеді, соны біз қағазымызға жазып қоямыз. Материалдық шығындар деп жазасыз. Оның астына мысалы мен ноутбук дедім, 270 мыңнан жоғары тұрады, жақсы ноутбуктар. Одан кейін видео түсіруге арналған құрал жабдықтар, оларға бір минимальный 50 мың кетуі мүмкін. Одан кейін әйел адамдарға арналған алтын алқа, ол 150 мыңнан жоғары тұрады. И сосын үйге қажетті зат, ол телевизор, жалпылама материалдық шығындан жұмысқа да керекті, үйге де керекті, өзімізде тұтынатын, пайдаланатын заттарды мен жалпылама алып өттім. Осыларды жазасыздар және қасына ақшасын жазып қоясыздар. Ол қанша теңге тұрады? Мысалы, ноутбук 270 мың, видео түсіруге арналған құрал жабдықтар 50 мың, алтын алқа 150 мың, телевизор 250 мың деп тұр. Осы сумманың бәрін қосамыз да, астына жалпы қанша ақша болды, соны жазып қоямыз. Яғни бәрін қосқан кезде 720 мың теңге болып тұр, дәл қазір. Одан кейін екінші жасалатын нәрсе, жазылатын тақырып бізде ол ай сайынғы біздің шығындарымыз. Ай сайын біз мысалы бала шағамыз болса, отбасылы болсақ, күйеуіңіз сізге көмектесуі мүмкін, мүмкін сіз өзіңіз жұмыс істеп күйеуіңізге көмектесуіңіз мүмкін, бала шағамыз бар, киімі бар, қыдыруымыз бар, жаңағыдай алатын продукты бар, жаңа машинаға құятын май бар деген сияқты, күйеуіміздің алатын жаңа инструменттер бар деген сияқты. Соның бәрін қосқанда ай сайынғы шығындарыңыз мысалы сіздің округленно 100 мың болуы мүмкін. Кейбір бойдақ үйленбеген қыз жігіттер мысалы квартира жалдап тұрса, олардікі 200-300 мың болуы мүмкін. Мен примерно жаздым. Осы ай сайынғы шығынға сіз жаңа 6 айға мақсатты жоспар құрамын деп жаздыңыз ғой, болмаса 1 жылға, сол 6 айға болмаса 12 айға жаңағыдай өзіңіз жоспарлаған бойынша сіз соны көбейтесіз. Яғни ай сайынғы шығынды сіз 6-ға көбейтесіз. Сонда сізде 600 мың теңге шығады. Сол 600 мың теңгені бастапқыда жазған жаңағы біздің материалдық шығынымызға қосамыз. Екеуін қосқан кезде 1 миллион 320 мың теңге болады екен. Осы 1 миллион 320 мың теңгені енді біз өзіміз есептеген нақты 6 айға болмаса 24 айға бөледі екенбіз. Сонда бізде 220 мың теңге шығады екен. Ал енді осы 220 мың теңге шықты. Сіз 220 мың теңгені ай сайын тапсаңыз, 6 айда сіз 1 миллион 320 мың теңге табады екенсіз. Енді сол 220 мың теңгені сіз
шығардыңыз 6 айда табатын табысыңызды ай сайынғы. Енді оны қалай табу керексіз, енді соған мақсат қою керексіз. Енді копирайтинг саласы бойынша мен түсіндіріп өтейін. Одан кейін сауда саласы бойынша түсіндіретін боламын. Егер де сіз 220 мың теңгені табу керек болсаңыз, мысалы Instagram аккаунты қазір 80 мың теңгеден жоғары новичоктар үшін жүргізуге болады. Кейбір кісілер 50 мыңнан жүргізуі мүмкін, 60 мыңнан жүргізуі мүмкін. Оның ішіне мысалы контент жоспар, визуал, шапка профиль, жаңағыдай продающий посттар, сондай кіруі мүмкін. Мысалы кейбір кісілер таргетін де соның ішіне қосады деген сияқты. Оны мысалы 220 мыңды 80 мыңға бөлген кезде сіздерде 3 аккаунт жүргізуге болады екен. Сонда сіз 80 мыңнан 3 аккаунт жүргізсеңіз, сізде бір айлық табысыңыз шығып тұр. Одан кейін сайтқа арналған тексттер бар. Ол мысалы сайт 4-5 беттен тұрады. Сол 4-5 беттен тұратын сайтқа сіз ішіне текст жазып беру арқылы сіз 25 мың теңгеден жоғары ала алады екенсіз. Енді осы 25 мың теңгені тағы да бөліп көрейік. 220 мың теңге болса, соны 25 мыңға бөлсеңіз, яғни сіз 8 кәсіпкердің сайтына текст жазып беру арқылы сіз 220 мың теңгені шығарып ала алады екенсіз. Мысалға сіз бір саудамен айналысасыз, бір зат сатасыз делік. Сізге айына 300 мың теңге шығып тұр. Сол 300 мың теңгені сіз енді мысалы бір айға бөлген кезде сізге қаншадан тиеді күніне? Мысалы 8 штуктан тиетін болса, болмаса 10 штуктан тиетін болса, сіз сонда күніне 8 сатылым жасау керексіз. Сонда сіз 8 клиентпен сөйлесіп, сізге қанша клиент келеді, бірақ соның 8-іне, минимальный 8-іне сатып отырсаңыз, сізде бір айда уже сол 300 мың теңге шықты деген сөз. Осылай біз өзіміздің 6 айға болмаса 24, бір жылға арналған нақты мақсатты жоспарымызды осылай есептей отырады екенбіз. Көп кісілер сауда, өндіріс, қызмет саласында жүруі мүмкін, бірақ дәл осындай өзінің мақсатын осылай жоспарламайды. Күнделікті табыс түсуі мүмкін. Оған табыс түсіп жатыр ғой деп ойлайды, бірақ ол табысты осылай өзі жүйелеп, мына нәрсеге мынандай аламын, мынаны мынаған қоямын, маған мынаны жабамын, мынаны төлеймін деген сияқты, осындай мына нәрсені алуым керек, келесі айда мынаны аламын деген сияқты, солай өзіңіз жоспарлап отыратын болсаңыз, сізде уже нақты сол мақсатыңыз орындалады деген сөз. Өздеріңіз үйде отырып, осылай жасап көріңіздер. Жасаған осылай нелеріңізді, жаңағындай жасаған өздеріңіздің жұмыстарыңызды комментарий бөліміне жазып жіберіңіздер. Мен сіздерге тексеріп, нақты дұрыс еместігін айтып беретін боламын. Сіздер үшін өте пайдалы болды деген ойдамын. Бұл бізде декомпозиция сабағы. Сіздер бағыт таңдау сабағын және копирайтинг деген не, копирайтинг деген кім деген жаңағыдай сабақтар қосылды. Сол екі сабақты көрмеген болсаңыз, көріп алуға кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттарды ала аласыздар.